Қарақалпақлар қыспақ жасалып атыпты, қарақалпақларға қыспақ жасалып атыпты деп жатырсыз. Бұл туырыдан туыры Сағидуллаевтың гәпі. Яғни Сағидуллаев өзі кім? Сағидуллаев сол дәуірлерде, істеген дәуірінде жоғары лауазымдарда істеген. Жоғары лауазымдарда істеп өзі жинаятқа қол ұрып қашып кеткен адам. Бірде-бір айтып отырған әрекетлерінде ісбат дәлел жоқ, құр өсек. Егер мәрт болғанда 5 жыл емес, 10 жыл емес, һәмме заттың шегі болады. 20 жылға дейін адам қашып жүрмейді. Және де бір нәрсеге бар қаратуды сұраймын. Біздерде азыр қарақалпақларды, қазақларды ешқандай қыстауға алынып отырған жоқ. Bir ғана мысалды айтатын болсақ, Өзбекстан Республикасы президентінің мәслихатшысы ең үлкен тарауларының бірі болған МЧС деп айтамыз, оның басығы генерал қазақ. Ал Қарақалпаққа келетін болсақ, Тақтакөпір районының хакімі, Бозатау районының хакімі қазақ. Басқа да құқық қорғау органдарында бірнеше жоғары лауазымдарда қазақтар отырыпты. Мен жеке өзім қазақ деген миллетті жүдә қатты құрметтеймін, қазақ қырғыз миллетін. Өзбекстанда айтатын болсақ, мысалға Қарақалпақстанда 140-тан астам миллеттер бар. Миллеттер татулығы енді сол емес пе енді? Bir ғана мысалға басқа миллеттен айтатын болсақ, ал яғшы тек қазақ Қарақалпақты айтпай қояйық. Басқа да миллеттерден жоғары лауазымда отырғандар бар. Кореец миллетінен бар басшы, бірнеше тарауларда басшылар бар. Орыстар жоқ емес, орыстардан бар басшылар. Бұл деген сөз жаңағыдай қыспаққа алынды деген, жаңағыдай туырдан Сағидуллаевқа ұқсаған біреулердің, желфаристердің айтып отырған гәпі. Сол үшін және бір мәрте айтамын, егер сіз анық бұятта сол затты көзіңізбен көріңіз келсе, біліңіз келсе, келім, екі елдің арасында бұндай өтірік мағлұматларды тарқатқан жақсы болмайды.